Мүшел жасқа байланысты не айта аласыз дейді. Мүшел жасқа байланысты қазір көп нәрсе айта алмаймын. Мне кажется, мүшел жасқа байланысты ақпараттар енді айтылады. Біздің санамыз әзір оған дайын емес секілді. Себебі мүшел жастың бір үлкен құпиясы бар. Мысалы, біз рух деңгейінде айтамыз ғой, рух, жан, тән бар деп, иә. Бірақ та жанға байланысты бір құпия бар ғаламның. Бұл мүшел жаспен байланысты секілді. Оған біздің де санамыз дайын емес, сіздің де санаңыз дайын емес сияқты. Сол үшін пока айтылмайды. Давайте былай келсек, денсаулыққа байланысты айтыңызшы дейді. Бірінші ақпараттарды айтайын. Жалпы сізге керек болып қалар. Екіншіден, барлық сұрақтарыңызға ешқандай жасыраусыз жауап берейін. Қоғамда жаңа қарсы пікірлер айтылып жатыр. Өткенде де эфирде оған жауап бердім. Тағы да жауап беруге дайынмын. Кім туралы сұрағыңыз келеді, не туралы сұрағыңыз келеді, прозрачно бәрін айтайық. Жақсы ма? Себебі, мысалы қараңыз, біз эволюция жолында қазір сананың ең биік шыңына жеткен, ең соңғы раса болып тұрмыз ғой, адамзат. Бүкіл біздің өткен эволюцияларымыз бар ғой, жаңа қаншама тас дәуірі, қола дәуірі, алтын дәуірі дейді. Сол дәуірлердің ішінде ең алтын дәуірі қазіргі дәуірі болып тұр. Біз не үйрендік? Қандай өткен нәрселерден түйін шығардық? Ол қателіктен қандай сабақ алдық? Біз қазір соны көрсететін уақытқа жетіп отырмыз. Раушан ханым, блокқа тықпаймын. Енді қараңыз, Раушан, сіздің сұрағыңызға сол жауап беріп отырмын. Біз қазір сананың есейген уақытына жеттік. Және мынандай нәрсе бар. Сен егер ашуланатын болсаң, дейді, 24 сағаттан кейін, немесе 48 сағаттан кейін жауап бер, дейді. Себебі ашу дауыл. Ашу ол кәдімгі цунами, бытшытын шығарады бәрін. Сенің өткеніңнің де, эволюцияңның да жолын, болашақтың да бытшытын шығарады. Ал 24 сағаттан кейін, 48 сағаттан кейін сенің ашуың басылады ғой. Сен уже осознанностьқа келесің, ситуацияны жүрегіңе саласың, сосын барып жауап бер деп айтады. Мысалы, бір адам қатты маған қарсы келіп жатса, кәдімгі қаралап, не бір сөздерді айтып, алдыңғы жылы мартта да бүкіл Қазақстан қарсы шығып, дәджал деді, неше түрлі сөздер айтты ғой, мына біздің ішіне жын кірген деді, бүкіл мешіттегі имамдар қарсы келді. Сонда мен ашуға ашумен жауап беретін болсам, қазірде қарсы келіп, не бір жаңағы мошенник, алаяқ, тағы қандай не бір сөздер айтылып жатыр ғой. Егер мен тура сондай жауап беретін болсам, менің мына эволюциядан өткен, эволюция жолынан еңбегім еш кеткені. Себебі алтын дәуір, мына келген жаңа дәуір, кез келген нәрсеге махаббатпен, ізгілікпен, мейіріммен жауап беретін дәуір деп жатырмыз. Сондықтан біз осы сөзімізге сай болуымыз керек, любой ситуацияны жүрекке салу керек. Оңаша қалу керек, ішіңде қалып кетпеу керек. Ішіңде қалып кеткен нәрсе ол реніш өсе береді, и бір күні жарылады ол. Сондықтан оңаша қалу керек. Оңаша қалып, кәдімгі ақылға салып, біз енді эволюциядан өткен бүкіл мынау оң жақ, сол жақ болу шарияны дамытқан қазіргі есейген адам болып тұрмыз ғой. Ашумен болсын, көз жасмен болсын, бүкіл эмоция шығу керек. Одан кейін жүрекке салу керек. Жүрекке салғаннан кейін барып, Құдайдан ответ күту керек. Сосын барып, ситуацияға жауап беру керек. Менің қазіргі басымда болып жатқан нәрсе, менің бауырларымның маған қарсы келіп, бір-бірімізді түсіне алмай жатқан ситуациялар сіздерге живой пример болып тұр. Себебі бұл нәрсе барлық отбасыда болады. Немесе болып жатыр,
өздеріңіздің үйдегі ситуацияға қараңыздаршы. Күйеуі мен әйелі, анасы мен қызы соттасып жатқан, әкесі мен баласы соттасып бір-бірін көрместей бәленбай жыл екі жаққа кетіп қалған ситуациялар өте көп. Ал біз сіздерге просто живой пример болып тұрмыз. Осындай ситуацияда бір адамға қарсы шыққан кезде екінші адам жаңа дәуірде қалай реакция беру керек? Бір тәмсілі бар. Тәмсілі бар. Баяғыда бір жүрегі ашық адам болған екен. Оның қасында шәкірттері бірге жүретін болған. Бірақ ол кезде адамның санасы ондай рухани әңгімелерді түсінетін деңгейде емес еді. Тіпті Иса пайғамбардың кезінде де сондай болған. Оны түсінбеген. Ол всегда познай себя деген. Ішіңе үңіл, жүрегіңе үңіл, жауаптың бәрі жүрегіңде деген. Бірақ халық оны түсінбеген, Исаға қарсы шыққан. Сол сияқты мына әулиеге де қарсы шыққан. Оның қасындағы адамдарды адасушы деген, азғырушы деген. Мына сырттағы шум сіздерге қалай естіліп жатыр? Сөйтіп бір күні кетіп бара жатса, көшедегі кісілер бұларға қарсы келеді. Жаңағы балағаттайды, сендер адамдарды азғырушысыңдар, алаяқсыңдар, оңбағансыңдар деп кәдімгі батпақ жағады. Сол кезде қасындағы жаңағы кісінің қасындағы адамдар енді пенде ғой, ашуланып кетеді, ақтала бастайды. Неге сендер үйде айтасыңдар? Біздің өмірімізді, бізді танығыларың келсе, біздің жолмен жүр, біздің тәпішкімізді киіп, біздің жолмен жүріп көр, сосын барып айтыңдар дейді. Сонда жаңағы әулие қасындағы адамдарға ұрсыпты. Бұл кісілер өздерінің жұмысын жасап жатыр, бізге қарсы келіп. Неге сендер оларға кедергі жасап жатсыңдар? Сендер тәуелсіз адам емессіңдер ме? Әлде сендер тәуелдісіңдер ме? Сонда жаңағы адамның қасындағы енді шәкірттері түсінбей қалады. Оларға қарсы оқ жаудырып атқан адамдар да түсінбей қалады мына кісінің айтып тұрған нәрсесін. Сонда бұл кісі айтады, жаңағы әулие, адам іштей тәуелсіз болғанда, іштей еркін болғанда, біреудің сырттың сөзіне тәуелді болмайды. Егер сен жаңағы көпшіліктің қарсылығынан, көпшіліктің сөзінен, балағатынан, сені қаралауынан жаңағы қарсы жауап беретін болсаң, ашуланатын болсаң, яки сен тәуелсіз адам емессің, сен еркін адам емессің. Мынандай не деуші еді, көпшіліктің сынынан қорқатын адам көп қой, ойбай ертең маған қарсы шығады деген сияқты. Яғни сендер адамдардың сөзіне тәуелсіңдер деп өзінің шәкірттеріне ұрсады. Сендер еркін болуларың керек. Еркіндікті осы жерден бастап үйреніңдер. Ал бұл адамдар өздерінің жұмысын жасап жатыр. Сөйтетте жаңағы өзіне қарсы келіп батпақ жағып жатқан кісілерден сұрайды. Егер де сен біреуге сыйлық ұсынсаң, бірақ ол адам сыйлықты қабылдамаса, не істейтін еді? Сонда ана кісілер айтады, енді мен біреуге сыйлық берсем былай, ол қабылдамаса, мен ол сыйлықты не істеймін? Үйіме алып кетемін дейді. Сол сияқты сіз біреуге батпақ жағып, біреуді жамандап қаралайтын болсаңыз, бірақ ол қабылдамайтын болса, сіз оны үйіңізге апарасыз. Ол үйіңіздегі балаларға, үйіңіздегі адамға өзіңізде қалады, өзіңізге әсер етеді. Сол себепті міне бұл тәмсілдің ешін айтып отырмын. Қаншама қаралап, неше түрлі сөздер айтылды, бірақ оны мен қабылдамадым. Сондықтан әр айтылған адамның ол өзінде қалды. Жауапкершілік енді өздерінде. Себебі мен өз жолымды білемін, әр сұраққа жауап бере аламын. Басынан да айтушы едім ғой, эфирде болсын,
қандай жолмен жүрдік, не көріп жатырмыз, не болып жатыр, жасырған емеспін. Бәрін сіздерге ашық айтып отырдым. Халық қарсы шықса да, имамдар қарсы шықса да, тылсым әлемнің ақпаратын да ашық айтып отырдым. Жалпы өмірімізде не болып жатты, оны да ашық айтып отырдым. Сондықтан мына жақта сумка шоппинг деген нәрсе. Сіз батпақты жақпас бұрын бірінші тыңдап алыңыз, сіздің лақтырған батпағыңызды мен қабылдамаймын, сондықтан өзіңізде қалады. Ал кейін сұрақтарыңызды қоярсыз. Сонымен бірінші нәрсе, кешегі сұрақтарыңыздан көргенім, денсаулық мәселесі. Денсаулық мәселесі бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, отбасылық қарым-қатынас, ер мен әйелдің қарым-қатынасы, туған туысқандармен қарым-қатынас, үйдегі адамдардың бір-бірін түсінбеуі. Үшінші мәселе ақша мәселесі. Сіздердің сұрақтарыңызды примерно жаңағы статистикаға алдым. Денсаулық мәселесі. Енді осыған тоқталайық. Қазір көп адам кармасын өтеп жатыр. Неке Раушан айтып жатыр, год карма деп жатыр дейді. Карма жылы бізде енді басталып жатқан сияқты. Өте қарқынды түрде. Ол жеке адамдардың қарым-қатынасы жағынан да, өткен өмірлеріміздің өтеуі жағынан да. Себебі осы тақырыпты айтып жүргеннен кейін, жаңағы тойға барам ғой енді. Тойға барған, көпшілік жерге барған кезде қарап отырам. 10 жыл бұрынғы адамдардың қазіргі жағдайлары, қазіргі денсаулығы. Денсаулықпен көп адамның өтеп жатқанын түсінесің. Сосын сіздердің сұрақтарыңызға қарасақ, жаңағы әкем ауырып жатыр, Паркинсон ауруымен, анам ауырып жатыр, балам ауырып жатыр, өзім ауырып жатыр. Яғни сұрақтардың көбі ауруға байланысты. Адам не үшін ауырады? Барлығын кармамен өткен өмірге жауап беруге болмайды. Адамға толық мына сканер жүрген кезде, адамға сканер жүрген кезде қанша пайыз өткен өмірден әсер етіп тұр, қанша пайыз осы өмірден әсер етіп тұр, соны жақсы көрсетеді. Біріншіден, қаншама енді өміріміздің сценарийін өзіміз жазып келеміз ғой. Сонда бірнеше өмірдің жаңа қарымтасын жинақтап, сіз өтеймін деп келесіз. Яғни жаңа дәуірге мен прозрачный, таза болып өтуім керек. Сонда сіздің алдыңызға таңдау беріледі. Біріншіден, карманы немен өтеймін? Денсаулықпен өтеймін. Жаңағыдай. Ешкімге зиянымды салмаймын, салмағымды салмаймын. Өзім аурумен өтеймін. Екіншіден, ақшамен өтеймін. Мошенниктерге алданып қалу арқылы. Немесе басқа бір жолмен. Пирамида сияқты нәрселерге салып, ол ақшамды ала алмай қалам. Үшіншіден, қандай нәрсе болуы мүмкін? Яғни, балам мені тастап кетеді. Яғни, осы өмірден кетіп қалады. Солай арамыздағы жаңағы карма үзіледі. Ең соңында мен өзімнің рухани оянуыма бұл нәрсе себеп болады деген сияқты осындай таңдаулар тұрады. Сонда душалардың көбі денсаулықпен өтеуді таңдайды,
немесе ақшамен өтеуді таңдайды. Мошенниктердің қазір қаптап кетіп жатқаны сондықтан. Екіншіден, көп адам, әсіресе жас үлкендер, денсаулықпен өтеп, арттарын былайша айтқанда тазалап, жаңа дәуірде таза болып туылам деп қазір жанталасу үстінде.